Қайырлы күн, құрметті көрермен, тез арада Айдака телеарнасы қосылу болсын. Бүгінге дайындаған қызықтарымыз өте көп. Жалғасып жатқан таныстықтардың арасында қандай мәселе бар? Барлығын бірге сұраймыз, білеміз, анықтаймыз. Артымыздан алыстамаңыз. Мына тақырып кішкене танысырақ сияқты, иә? Мен үшін, иә, өте таныс тақырыптардың бірі. Кенже. Еске түсіре ма? Самат басында осындай жағдай болып еді, ақша төлей алмай қалған кезде. Бәрінің басында бар, барлықтың басында. Қазір қыздар өздерінің бастарына корона киіп алған. Ол адам, ол қазір жігіті болсын, қазір біреуден қарыз алып қыдыртады деген сияқты нәрсе. Ол қарызын өтейді, өмір бойы сөйтіп жүрмейді ғой. Возможность болса шамалы шыдау керек сол нәрсеге. Мысалы, кім жемей жатыр? Самсаны барлығымыз жеп отырып қой. Ақша болмаған кезде рас самса жеп, мысалы, согымызды ішіп, айранымызды ішіп сөйтіп жүреміз да. Ал мынандай нәрсені сұраудың қажеті жоқ. Тәлпіштік беттікті көрейін. Көк атқа мініп алып қазір бұл жерде. Барлығы бір осы жерде өмір, енді ата-анасының барлығы енді қаламайды ғой, аш қалған, бірақ та барлық өздерінің қолдарындағы беріп, алып жұлып беріп жатыр. Бірақ сол нәрсені көрген қыздардың өзі осы жерге келіп ойбай деп сенің ақшаң жоқ, сенің ой деген нәрсе. Әке шешесі жоқтықтан өсірді ғой сол нәрсені былай қарайтын болса. Түсінбеймін ешқандай. Самат мәселе ондайда емес, просто Қасым өзі айтты ғой, жағдайың бар деген соған байланысты біз айтып. Енді қара, жағдай болады қара. Үй салып жатыр да, мысалы, үй салғаннан кейін де мысалы қаражат болмайды. Не болды, Анна? Білмеймін, что-то ұйқым қансада ұйқым келді, бұдан келіп отырмын. Сөйлей алмай отырмын, сөз бермейтін екеуі. Қырылып бір-бірімен нервым алып тұрсам. Қасыма бір айтайын деп едім. Жоқ, Қасым айтады да, бізге ренжіп жатыр да, неге қыздар маған жабу кетті. Просто проблема в том, что бізге ренжу керек емес, ол ақшасы болмады ма, сол кезде айту керек еді. Ол апарғаннан кейін ақшам жоқ дейді. Мысалы, Батырмен бізде бірталай рет сондай болады. Мен бір рет сондай проблема болғаннан кейін бізде ақшасы жоқ кезде жоқ деп айтты. И мен Батырдан сұраймын. Мен хочу мынаны, сенде қазір бар ма, жоқ па? Ол бар болса алып береді, жоқ болса вообще жоқ болса жоқ дейді. Егер таба аламын десе, сейчас подожди дейді, күтеді да, біраз уақыттан кейін ақшасын тапқаннан кейін маған алып береді қалаған затым. Сондықтан алдын ала айту керек деп ойлаймын мен ойымша. Ол да тұрған дым жоқ. Мысалы, Батырдың да намысы бар, бірақ ол намыстамайды да айтуға уже. Үйрендік сондайға. Сөйтіп үйрену керек деп ойлаймын. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен қалаға шығып бара жатырмын с утра. Всем еще раз доброе утро. Бүгін бізде Әділ екеумізде пландар көп. Өзіміздің жеке лавсториіміз емес. Білесіздер, мен келіндер бәйгесіне қатысып жатырмын. Соған арналған лавсториға түсетін боламыз. Екеуміздікі ғана, басқа да жаңа қатысушы 4-3 қыз болмайды, тек екеумізге ғана. Сондықтан да бұл да бір, мен білесіздер, съемканы жақсы көретін, сондықтан тез жинап шығып бара жатырмын, әдемі болып алып үйден. С утра бастаймыз, кешке бітіреміз деген ниетіміз бар. Сондықтан да стористерді қараңыздар, салып отырамын ғой. Сондай келіндер бәйгесінде әр қызға бір кішігірім лавстори түсіріп береді екен. Түсіріп береді дегенде мәңіздер, сіздер көрсетіңіздер, инстаграмнан салыңыздар емес, өздерінің бағдарламасында шығатын күні сол күні көрсетеді. Соған дайынбыз, бүгін түсіреміз.